келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге 2 жұмыртқадан тез осындай дәмді кексті әзірлейтін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп отырыңыздар. Бізге керек осындай 2 жұмыртқа. Мінекей дайындап алдым. Енді осыны жақсылап миксерлейміз. Мінекей жұмыртқамызды миксерлеп болғаннан кейін үстіне 1 кружка қант қостым. Енді жұмыртқа мен қантты жақсылап ерігенше араластырамыз. Енді осының үстіне жарты кружкадай мен сұйық майымды құйдым. Енді жұмыртқа, қант, сұйық майды араластырамыз. Одан кейін осының үстіне 1 кружка сүтті құямын. Енді барлығын араластырып, осының үстіне енді сеткіден өткізіп, ұнымды бөліп салып араластыратын боламын. Біздің массамыз, яғни қатты қою немесе қатты сұйық болмау керек, орташа масса болып шығу керек. Бұл кекс өте тез дайындалады, әсіресе шаймен пісіре қойғанға өте керемет. Мінекей осындай масса болып шықты. Енді осыны қазір арнайы формаларға салып пісіретін боламын. Мінекей мендегі форма осындай темір. Енді осының ішіне мен арнайы осындай қағаздан жасалған форманы салып шығамын. Одан кейін осының үстіне құятын боламын. Енді осыны мен қазір 180 градуста 30 минутта пісіріп аламын. Мінекей менің кексім керемет, жарылып әдемі болып пісті. Өте жұп-жұмсақ. Біздер бұл кексті негізі жиі жасаймыз. Балаларыма, отбасыма шайға өте керемет. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Және де каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Жанындағы все деген қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Өйткені алдағы уақытта салған рецепттерді жіберіп алмас үшін сау болыңыздар.